Қадірлі әріптестер, өздеріңіз білесіздер, 15 наурыз күні жалпы халықтық референдумда еліміздің бүкіл тағдырын шешетін ата заң талқыланады. Соған байланысты ғалымдар тарапынан өз ойымды білдіргім келеді, және өзімнің жеке ойым бойынша бұл аса қажетті, аса маңызды, еліміздің бүкіл болашағын айқындайтын құжат болып саналады. Сондықтан осы Конституция жайында менің ойым, бұндағы бірнеше баптардың, атап айтқанда біздің мәдениетімізге, білім, ғылым және инновацияға байланысты адам капиталын қалыптастыру мәселесі осы нақты көрініс тапқан болатын. Міне өзіміз ғылым саласында жұмыс істеп жүргендіктен осы мәселенің көтерілуі бұл ғылымға деген еліміздің болашақтық тағдырына байланысты жасалатын қадамдарды айқындап беретін бап деп ойлаймын. Сондықтан да ата заңның ішінде көптеген бөліктер бар. Солардың бәріне тоқталып жатудың өзі көп уақыт алады. Негізінен 95 баптың көпшілікке қатысты мәселелерін қарап шықтым. Бұл ата заң болашақта біздің мемлекетіміздің нығаюына, оның өркендеп өсуіне және оның мемлекеттік басқару ұйымдарының қалыптасуына, сот шешімнің, сот органдарының болашақта жұмысын үйлестіруге деген үлкен үлесі болады деген ойдамын. Сондықтан осы ата заңды болашақта еліміздің тағдырына байланысты көптеген мәселелерді шешетін заң ретінде қабылдауға толық қолдау білдіремін. Және де референдум кезінде осыған байланысты өз ойларыңызды білдірулеріңізді қалаймын. Рахмет тыңдағандарыңызға.